Қазір балалар сабақтан тыс уақытында түрлі үйірмелерге қатысады. Әрі жыл сайын шығармашылыққа бейім балақайлар қатары көбейіп келеді дейді Көркемөнер мектебінің ұстаздары. Жас қылқалам иесі Айерке Өксікбай 2 жылдан бері осы орталықтан дәріс алып жүр. Айерке Өксікбай 8 жаста. Үйірмеге қатысып жүргеніне 2 жылдан асқан. Аз уақыт болса да облыстық деңгейде жарыстарға қатысып жүлделі орындарға ие болыпты. Ол тіпті компьютерден сурет салуды да меңгерген. Десе де Айерке көбіне кемпір қосақтың суретін салғанды ұнатады екен. Осы жерден үйренгендерім компьютерная графика, мүсін жасау, сурет салу. Компьютерная графикадан үйренген программаларымның қолданатыным Pinterest, Scratch, Photoshop. Осы өнер мектепті мен қатты ұнатамын. Әр түрлі ұнатамын. Әр түрлі кемпір қосақ түстерін жақсы көремін. Солар түстерінен мен әр нәрсені жасаймын. Қазір Көркемөнер мектебіне 680 бала арнайы келеді. Жеткіншектер сурет, компьютерлік графика, кескіндеме, қолданбалы композиция сияқты 7 үйірмеге қатысады. Балалар бізге өздері қуанып келеді дейді Перизат Қалмаханбет. Балалар бізге қуанып келеді. Олардың шығармашыл, барлығы талантты балалар. Күнделікті натюрморт, кескіндеме сабағында натюрмортты краскамен, бояулармен бояп үйренеді. Біздің мектептің мақсаты балаларды шығармашылыққа баулу, ұқыптылыққа тәрбиелеу, суретті кезең-кезеңмен сурет салуды үйретеміз. Балалар Көркемөнер мектебінде 5 пен 16 жас аралығындағы жеткіншектер оқи алады. Үйірмелер 2 ауысыммен өтеді. Мамандар болса ұлттық өнерді үйренгісі келетін оқушылар қатары жылдан жылға артып келеді дейді. Саламат Рахмет, Эльмира Сапар, Елдар Түстікбай, 24 Ньюс.